Армысыздар, құрметті көрермендер, ұлттық арна эфирінде Өзекжарды, студияда Диана Ахметжан. Бүгінгі әңгімеміз жастардың белсенділігін арттыруды, ұлттық құндылықтарымызды насихаттауды көздеп, айналдырған 2 айдың ішінде ел аумағында танымалдыққа ие болған «Менің елім, Мәңгілік Ел» Каспийден Алтайға дейін атты автоэкспедициясы жайында болмақ. Ол үшін студиямызға экспедиция мүшесі Бақтыбай Жайлауды шақырып отырмыз. Бақтыбай Сәрсенбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді осы әңгімемізді бастамас бұрын, жалпы оның тарихын еске салу керек сияқты болып тұр меніңше. Ол 1 қазанда басталды, 1 желтоқсанда сәтті аяқталды, 2 айға созылды экспедиция. Енді ол қалай бастау алды? Соны бірінші экранға қарап еске салып алсақ. Ал келдім, айтыңдар. Аса құрметті елбасы, Маңғыстау облысына қош келдіңіз. Мен Бақтыбай Жайлау, PhD докторантымын. Осы жергілікті Есенов атындағы Каспий мемлекеттік университетінен. Сіздің стратегияңызда айтқан мәселелеріңіз бізге ерекше шабыт беріп, соның нәтижесінде бүгін «Менің елім» Каспийден Алтайға дейін атты автомобиль экспедициясын ұйымдастырдық. Мақсатымыз қазақ елінің барлық өңірлерін аралай жүріп, тарихымызды, мәдениетімізді, әдебиетімізді, тілімізді насихаттау. Біз барлық өлкелерде болып, жастарды қатарымызда қосып, болашақта бірлесе жұмыс жасайтын боламыз. Біздің құрамымызда этнографтар, тарихшылар, журналистер, блогерлер, фотограф және оператор жастар бар. Қанша адамдар тұрғындарын? Жоқ, бұл Маңғыстаудың ең белсенді жастары бізге сәт сапар тілеу үшін жиналып тұр. 20 экспедиция құрамы, 5 автокөлікпен. Өте қызық. Қанша күн жүресіңдер? 45 күн жүреміз, 1,5 айға жоспарлап отырмыз. Қайдан бастайсыңдар қазір маршрут? Солтүстік жоғары жақтан бастап, оңтүстіктен аяқтаймыз. Қыс болғанша солтүстік. Иә, оған табиғатымыз пайдаланып. Ары қарай аямыз деке бірде оңтүстік арқылы келеді. Астанаға қашан келесіз? Сапарымызды Астанада аяқтап, қорытындыны сол жақта есеп беретін боламыз. Өзіміздің фотоальбом жасаймыз, экспедицияның фильмін дайындайтын боламыз. Ал, сәтті сапар болсын, жолдарыңыз. Осы күн есіңізде ғой? Әрине, бұл өте жауапты да бізге сенім артқан, жүк артқан күн болды. Бұл күн ішінде біз біраз дайындалдық. Бұл экспедицияның идеясы маңғыстаулық жастардан басталды. Яғни Каспийден Алтайға дейін, солтүстіктен оңтүстікке дейін созылып жатқан ұлан байтақ даламызды шарлап өтіп, ішкі туризмді дамытып, жастардың арасында белсенділікті, мәдени ынтымақты арттыру, аймақтардың бір-бірімен араласуын арттыру, жолдың жағдайын көру деген сияқты мақсатпен жолға шығуға ниет білдіргенбіз. Соған орай елбасы да мақсатымызды құптап, ақ батасын беріп, республикамыздың әр аймағынан, әр ұлттың өкілдерін жинап, бір керуен болып жолға шықтық. Сол бойынша 2 ай бойы жүріп өтіп, өзіміз мақсатымызға жетіп, діттеген жерімізде сапарымызды аяқтап отырмыз. Ол үшін өте қуаныштымыз. Біздің әрине айтарымыз да, халыққа көрсетеріміз де көп. Енді барынша жасаған жұмыстарымыздың нәтижесін ұсынатын боламыз. Жалпы енді мақсатымыз көп деп өзіңізді айтып қалдыңыз. Әрине олар өте биік әрі құптарлық. Ал енді нақты қандай шаралар атқарылды? Бірінші содан бастасақ әңгімені. Мысалға, біздің экспедиция ол қыдырып жүрген жай саяхатшылар емес. Олар белгілі бір деңгейде әркім өзінің бағыты бойынша жұмыс жасап жүрген жастардың тобы. Ең бірінші Мәңгілік Ел жалпы ұлттық идеясы аясында жаңа қазақстандық патриотизмді насихаттау, жастар арасында бір-бірінің алыс-берісін, достастығын арттыру, ынтымақтастығын, яғни аймақтар арасында мәдени байланысты күшейту және ішкі туризмді дамыту. Мысалға, біз жүрген жерімізде Маңғыстау өлкесін таныстыра жүріп, оның тек қана жазда теңіз жағасында демалушылар үшін ғана емес, тарихи мекен ретінде табиғи орындарын таныстырып, фильм көрсетіп жүріп, өзімізде түсіру тобымен жүрген жерімізді зерттеп, солар туралы фильмге материалдар жинап, фотоальбом құрастырып, әдебиетін, өзіне тән мәдениетін, ерекшеліктерін зерттеп келе жатырмыз. Біздің арамызда осы мақсатта Мәңгілік Ел идеясы сонау түркі заманынан
басталады деп елбасымыз айтқандай 13 ғасырда тоны көктің тасқа жазылған таңбасындағы түркі жұртының мұраты мәңгілік ел деп сол идеядан бастау алатын арамызда руна жазуларын зерттеуші түркітанушы ғалым Бекболат Төлегенұлы деген жігіт болды. Ол жүрген жерінде таң қалдырып, энциклопедия деген атақ алып, әр аймақтың тарихын өздеріне таныстырып, және біздерге баяндап, сондай сыр шертіп жүрді. Ал Марат Өтесінов деген этнограф әріптесіміз, ол мәдени ерекшеліктерін, әр өлкеге тән дәстүрлерін насихаттап және соны баяндап жүрген жерімізде түсіру жұмыстарына айналыстық. Мен өз бағытым бойынша қазақтың әдебиеті, фольклоры бағытында білгенімше айтып, және жүрген жерімде материалдар жинадым. Болашақта оны өзімнің шығармашылық зерттеу жұмыстарында пайдаланамын деп есептеп отырмын. Сол сияқты біздің көлік жүргізушілеріміздің өз жан-жақты. Біреуі медицина қызметкері, біреуі режиссер, оператор, кәсіби, біреуі әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы, және сондай-ақ ең бастысы олар автоспорттың шеберлері. Солардың арқасында біз ешқандай сәтсіздікке ұшырамай, аман есен елді кезіп, көңіліміз тасып, мерейіміз асып, сапарымызды аяқтадық. Бәрекелді. Енді елді кезіп дейсіз, жалпы енді Қазақстанның үлкен ел, дархан ел. Бар жоғы 2 айдың ішінде оны айналып өту мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Біз желе жортып отырып, әр аймаққа 3 күн, 2 күн ғана арнап, соның ішінде барымызша қамтуға тырыстық. Бірақ мен ойлаймын, әр аймаққа жеке экспедиция ұйымдастыру керек деп. Бұны енді болашақтың ісі деп есептейміз. Біздің шарамыз алғашқы шара, және басы басталды, әрі қарай жалғастырып кететін болса, барлық өңір бұл құптайды деп есептейміз. Біздің ұлан байтақ жеріміздің ерекше таңғалғаным, бізде көлде, шөлде, далада, орманда, тауда барлығы бар. Біз батыстан, солтүстіктен, шығыстан, жетісу жерден, оңтүстіктен жүріп отырып көзім жеткені қазақтың көңіліне қарай, пейіліне қарай бір жерлерге табиғи байлықты жердің астынан берсе, бір жерлерге үстінен берген. Мен айтам, кейбір жерлерге астынан да үстінен де тұнған байлықты аямай берген. Соның қадірін біліп, соның өзіміз танып, барымызды бағалау үшін әуелі өзіміз білуіміз керек. Ішкі туризмді сырттан қонақ шақырмас бұрын өзіміз тануымыз керек. Міне біздің мақсатымыз осында. Ішкі туризмді дамытқымыз келеді дейсіз. Жалпы енді осындай автоэкспедициялар, осындай шаралар елімізде кенжелеу тұрған деп айтуға болады. Туризм саласын оны дамытуға, оған үлес қосуға қаншалықты қауқарлы деп ойлайсыз? Қазақстанның даму стратегиясында бұл өте қарастырылған жоспардағы мәселе. Ал біз оған қол қусырып, үкіметтен ғана көмек күтіп отырмай, жастар өзіміз белсеніп, шамамыз келгенше біз не үлес қоса аламыз дегенде, Маңғыстаудан бастап жүрген жерімізде сол тарихи орындарын көрсетеміз, және жастар арасында біздің аудиториямыз негізінен студенттер мен оқушылар болды. Танымдық шараларды, конкурстар ұйымдастырып, олар жеңімпаздарына Маңғыстауға 2 жолдама беріп, ол жерде демалып жатып, сол жақтағы жол көрсетушілер тарихи мәдени орындарды көрсетеді. Маңғыстау неге дегенде, Маңғыстаудың, Қазақстанның 70%-ның тарихи мәдени ескерткіштері Маңғыстауда екен. 7 кереметінің 3-і Маңғыстауда. Олар Бекет ата мешіті, Жерасты мешіті, Шерғала тауы, Қарақия ойпаты. Сірә Каспий теңіз қақпасы жалғыз Маңғыстау, Қазақстанның. Сол сияқты өзіміздің өлкемізді көрсете отырып, басқа өңірлерді зерттеуге тырыстық. Мен айтар едім, Маңғыстау бүкіл қазақты біріктіреді. Дәл қазір енді Маңғыстауға ғана жарнама болып кеткен жоқ па? Сіз енді күллі қазақ елін айналып шыққандықтан, басқа өңірлерге барғандықтан, олардан не түйдіңіз? Мысалы, солтүстік, оңтүстік өңірлерден. Әр жердің өз ерекшелігі бар. Әр жердің қонақжайлығын көре отырып, біз сол жерді жылдамырақ тануға мүмкіндік туды. Мысалға, біз жүрген жерімізде тек қана тарихи орындарды ғана аралап қоймай, өндірістік орындарды да көрдік. Мысалға, әр өңірде, мысалы, батыстың мұнайын алсақ, Қарағандының шахтасын, темірін, көмірін алсақ, Батыс Алтайда жүріп, алтын, күміс сияқты түсті металдар, құнды металдарды өндіріп жатқан зауыттарды араладық. Және жүрген жерімізде Көкшетаудағы Бурабай ескерткіші сияқты, Батыс Алтай қорығы, демалыс орындары, Жетісудың бойындағы Қапшағай сияқты орындардың барлығын, Жамбыл облысында
жаңа алғашқы қазақ хандығының қадасы қағылды деген жерде Талас өзенінің бойында өзімізше танымдық жұмыстармен айналыстық. Оның нәтижесі алдағы бейнефильмімізде көрініс табатын болды. Ал біз өзіміз жүріп өткен жолымызда дайындаған фотоальбомымызды ұлттық мұражайға табыс еттік. Кез келген көрермен, жастар қызығушылық танытса, оны барып көруге болады. Бұл жерде тек қана Маңғыстау бөлініп алынбайды, барлық мемлекетіміздің құндылықтары тұтас қамтылған. Ал енді бір айта кетерлігі, сіздер бұл экспедицияны Қазақстанда жасалған автокөлікпен жүріп өттіңіз. Әрине, енді отандастарымыздың көбі біздің елімізде шығарылатын автокөліктерге күмәнмен қарайды. Десек те, бұл көліктер сіздер жолда қалдырған жоқ па? Өте жақсы сұрақ. Біздің Қостанайда құрастырылған Агромаш холдинг акционерлік қоғамының өнімі Саньонг, Намат, Toyota Fortuner көліктері мен жолға шыққалы тұрғанымызды көргенде елбасының өзі ризашылық білдірді. Өйткені өзі де сол жақта болғанда, сол зауытта болып, қолтаңбасын қалдырып, ризашылық білдіріп кеткен екен. Біз ол тек қана жарнама үшін емес, өзіміз оны сынау үшін жүрдік. Отандық көліктерді жүргенде әдейі тек қана тақтайдай тегіс асфальт жолдармен емес, жолсызбен жүріп, тастақта, құмды жерде, сулы жерде сынадық. Ол ешқашан сүрінбей, бізді жолда қалдырған жоқ. Қазақта айтады, жол азабы, көр азабы, жол азабын жүрген білер дейді. Ал мен айтар едім, жолың жайлы болса, көлігің сайлы болса, жол жүру азап емес, ғажап деп. Аралдың, кіші арал мен үлкен аралдың ортасында тартылып қалған жермен жүріп өтіп, үстірттің бетімен жүріп өтіп, табиғи жолсыздарды көргенде біз көліктерімізді қатты қобалжыдық көліктеріміз үшін, бірақ ол ешқандай сүрінбей бізді алып шықты. Яғни тест-драйвтан жақсы өтті. Ол жолдан жүрген көліктер ешқандай қиындықты кедергі бола алмайды деп есептейміз, және біздің жүргізушілеріміздің де шеберлігінің арқасында осылай жүріп өттік. Біз жолда жүргенде елбасының құланның қашуына мылтықтың басуы дегендей, дәл нұрлы жол атты жаңа жолдауы осыған сеп болды. Онда ең басты мәселелердің біреуі автомагистральдар мен темір жолдар, әуе жолдары күн тәртібіне қойылған. Барлық аймақтар арасында жолдар қауіпсіз болу керек. Біздің азаматтарымыз бір аймақтан бір аймаққа еркін жүріп отыру керек. Барлық жерлерге қатынас жолдары салыну керек. Жүректен тарайтын артериялар сияқты, күннен тарайтын сәулелер сияқты деп. Және мен осы бағытқа өте мән бердім. Болашақта тек осының жүзеге асуын тілейміз. Сондықтан қазақстандықтарға да жолдан жүрексінбей жүруіне... Тек қана алға жүруін сұрайсыз ғой. Ал енді өзіңізді жас қаламгер ретінде де танып жүрміз. Бұл экспедиция сіздің шығармашылығыңызға қандай да бір әсер етті ме? Қандай да бір жаңа туындылар шығаруға бір серпін берді ме? Өзімді ақынмын деп есептеймін, бірақ шығарған өлеңдерім жинақ болып шықты. Алда мен әдебиет көркем шығарма саласында емес, ғылым саласында жұмыстанғым келеді, бірақ көңілдің кейбір кездерінде көңілімізге келген көрікті ойларды қағазға түсіріп отырамыз. Мен осы саяхатымды аяқтап Маңғыстауға барғанда жүрегімнен шыққан Сапарбаян атты арнауым бар еді, соны оқып берейін ретінде. Қайда жүрсек жол ашты, көкте күліп кербез күн, жолға шықса білінер айырмасы ер кездің, жақсылармен жолдас болып, керуеніммен сап түзеп, асан қайғы бабамдай ел аралап жер кездім. Сапарымның басында батысымды барладым, солтүстікті түгендеп, шығысымды шарладым. Жетісудың бойында жеті күнде жер шолып, жүріп өткен жолымды оңтүстікте жалғадым. Қалды арттан ну орман, көк тіреген тау өзен, Алтай арқа, Алатау, арта бергей дәрежең. Айшылық жол артқа сап Маңғыстауға оралдық, керуенімді қарсы алды бейнеуім мен Жаңаөзен. Көз жеткізіп білгенім, бүтіндігі іргенің. Төрт құбылан түгел деп қамсыз көңіл бірледім, аңсап жеткен ақтауым сағынышын сыр қылып, менің дағы кеудемнен ақтаруда жыргенін. Ел адақтап жүргенде көзім жеткен анығым, туған жердің тау тасы, тұнған тарих тағылым, киесі мен даңқасқақ, иесі мен көрікті, бар тілегім баянды, болуы сол бағының. Берекеге бастайтын бірлік болса бақ жалғас,
қуаныштан кепсінші қасіретпен аққан жас, өткен күнге тәубе деп, келешектің қамшын атаулы күн ақ тілеп атап қойдым ақсарбас. Мәңгілік ел арманы жүректерде жүр барша, сол арманға әлі де арналады жырғанша, болашағын елімнің мәңгілікпен өлшеймін, қазақ ел жасайды дүние жарық тұрғанша. Бәрекелді. Бақтыбай, мен уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге мыңда бір алғыс. Мынау жалынды жыр жолдарыңызға да рахмет айтамыз. Сіз сияқты осындай белсенді жалынды жастар елімізде көп болғай. Сізге де рахмет.